Сәлем достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Моншаның денсаулыққа пайдасы. Булы монша адамдар жуыну, босаңсу және кей ауруды жеңілдету үшін баратын пеші бар бөлме. Моншаның адам денсаулығына пайдасы қандай? Қан айналымын жақсартады. Моншаға бару адамдардың, соның ішінде жасы үлкен адамдардың жүрек қан тамырлары жүйесінің жұмысын жақсартатындығы дәлелденген. 2012 жылғы зерттеу бойынша моншадан алынатын ылғал жылу қыл тамырлардың кеңеюіне ықпал жасап, соның себебінен қан айналым жақсаратындығы дәлелденген. Нәтижесінде қан ағза бойымен кедергісіз ағып, мүшелер мен жасушаларды оттекпен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар буды ұнататын адамдардың қысымы төмендеп, жүректің функционалды жағдайы жақсаратындығы анықталған. Терінің демалуы. Моншада немесе саунада жылудың әсерінен тер көп мөлшерде бөлінеді. Нәтижесінде терінің төменгі қабатынан барлық ластықтар шығатын тесіктер ашылады. Сұйық конденсат ластықты жуып, өлген жасушаларды тері бетінен алып шығуға көмектеседі. Сондықтан да буды безеумен күресуде қолданады. Алайда моншада да, саунада да ағзадағы токсиндерді алып шығу мүмкін емес. Жаттығудан кейінгі қалыпқа келу. Адамдар машықтанудан соң жиі бұлшық еттер ауруын сезеді. Ол ағзаның жүктемеге қалыпты реакциясы. Бірақ бұлшық еттерді босаңсытып, олардың қалпына келуін қамтамасыз ету маңызды. 2013 жылғы зерттеу бойынша машықтанудан соң бірден жылы ауаның әсері оның ауруын азайтатындығы, бұлшық еттер тонысын сақтайтындығы және жүйке жүйесін тыныштандыратындығы дәлелденген. Күйзелісті азайту. Жылы моншада болу эндорфиндердің түзілуіне ықпал етеді. Олар күйзелісті азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар моншада болу кортизол гормонының түзілуін азайтады. Ол күйзелісті жағдайға жауап ретінде бөлінетін гормон болып табылады. Сондықтан моншадан соң адам өзін босаңсыған және жаңарған секілді сезінеді. Мұрын қуысының ашылуы. Монша жылулығы дененің барлық шырышты қабығына өтеді. Сондықтан моншада жеңіл әрі терең тыныс аласыз. Буда аз уақыт отырғанның өзі мұрынның бітелуін кетіреді. Сондықтан моншаға барудың тұмауды емдеуге де көмегі тиеді. Калория кетіру. Буға бару арқылы салмақ тастауға болатындығы дәлелденбегенмен, моншада калория кетіруге болады. Моншадағы жүрек ырғағы көтеріледі. Ал егер машықтанудан соң барсаңыз, жиіленген жүрек соғысын тіптен ұзаққа сақтауға болады. Оған жоғары тер бөлінуі қоссаңыз, нәтижесінде калория жоғалтасыз. Алайда моншаға бару кезінде салмақ азаймайды, себебі моншада адам су салмағын ғана жоғалтады. Ал оны моншадан шыққан соң көп мөлшерде су ішу арқылы қайтадан қалпына келтіру қажет. Моншада температура жоғары болғандықтан кей адамдар тобына оған баруға болмайды. Мәселен, жүкті әйелдер, жүрек ауруы бар адамдар, гипертония немесе гипотониясы бар адамдар, қояншығы бар адамдар, антибиотик қабылдап жүрген адамдар, психотроптық дәрілер қабылдап жүрген адамдар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін көріп, жақындарыңызбен бөлісейік.